Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай керемет шоколадты сүзбелі бәліш дайындаймыз. Дәмі өте ерекше болып шығады, өте жұмсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бос ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бір дана жұмыртқамызды қосып, бір келкі масса пайда болғанша шаңышқының көмегімен араластыратын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Ұн қопсытқышымызды қосып, араластырып аламызды. Грек жаңғақтарын қосып, қамыр пайда болғанша илейміз. Егерде сіздердің қамырларыңыз жабысқақ болатын болса, тағы да қажетінше ұн қосып жібереміз. Мінекей осындай қамыр пайда болады, оны целлофанға салып, салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа жібереміз. Салмасын дайындап жатқанша пешімізді жылытып аламыз. Салмасына бізге 400 грамм сүзбе, 100 грамм қант, 2 дана жұмыртқа және 200 грамм қаймақ, 50 грамм ұсақталған шоколад қажет болады. Тоңазытқыштан осындай қылдырып алдық қамырымызды. Бір келкі қылып осылай формамызға жайғастырып аламыз да қолымызбен бортиктарын жасаймыз. Шаңышқының көмегімен тегістеп бір келкілендіріп, тағы да бір қабат жүріп шығамыз да, бортиктарында дәл солай вилканың көмегімен, яғни шаңышқының көмегімен басып шығамыз. Осындай болып шығады сіздерде де. Оған енді салмасын құйып, тегістеп шығамыз. 180 градуста 40-30 минутта пісіретін боламыз. Әркімнің өзінің пешіне байланысты пісетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай шоколадтың көмегімен осылай әсемдесеңіздер болады. Дәмі өте керемет қайталанбас болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.